Елес ауылы туралы естуіңіз бар ма? Мен бұл оқиғаны басымнан кешірмесем, мұндайға еш сенбес едім деп бастады әңгімесін Рахымжан аға. Баяғыда қазір сүйегі қурап қалған Қаңтарбай шал бір нәрсені көңірсітіп айтып отырушы еді. Сонда осы алжыған шал өлер алдында болмас дүниені айтып, елдің басын қатыратын несі деп ренжушем. Ал енді өз басымнан кешкенді айтпас бұрын сендерге Қаңтарбай шалдың айтқан әңгімесін айтып берейін. Өздерің білесіңдер ғой, ол кісі өмір бойы қойшы болып өткен адам. Бірде қойды түс әлетінде өзен бойына иіріп, шайпайымды қайнатып іше қояйын деп тезектере бастадым. Тұрған жерім Мұқаншы өзенінің бойындағы ертеден қалған жалғыз теректің маңы. Ауылдан жырақ жер, күн ыстық, қырда бұралып сағым еріп жатыр. Тезек теріп кішкене дөңге шыға келгенім сол еді, таң қалғанымнан шалқамнан түсе жаздадым. Алдымда 10-15 шақты киіз үй тігілген шағын ауыл жатыр. Оның бірнешеуі ақшаңқан болып көз тартады. Алдарында топтасып әңгімелескен біраз еркек кіндіктілер тұр. Ақ жаулықты қыз келіншектер үйге бір кіріп бір шығып абыр-сабыр. 4-5 тайқазан асылып жатыр. Әрде ауыл балалар ойнап жүр. Бір аңғарғаным ауылда той болғалы жатқанға ұқсайды. Жұрттың біразы қырға әлсін-әлсін көз салып, әлдегімді күтетін сияқты. Кенет аппақ киіз үйлердің бірінен жанына 2-3 адам ерткен, қолына домбыра ұстап, үстіне жібек шапан киген шоқша сақалды бір мырза шықты. Домбыра ұстаған адамның өңі маған тым таныс секілді көрінді. Домбырасы, шоқша сақалы, жібек шапаны әлдегімді еске түсіргендей. Бұл баяғы атам айта беретін 4-ші атамыз. Осы Тарбағатай өңіріне белгілі иісі Сыбанның сал серісі атанған Мамытжан атам сияқтанды. Той қайда болса, ол сонда жүреді деуші еді, көзін көргендер. Сол болса солда шығар. Домбыра ұстаған адам жанындағы серіктермен сыртта сөйлесіп тұрған адамдарға қосылып, қыр жаққа қарап қол сілтеп бірдеңені айтып жатыр. Арқан созым жерде тұрсам да ешқайсының дауысы естілмейді. Төбелерінен үңіле қарап тұрған мені ешкім аңғармақ тұрмақ назарда аудармады. Апырау, бұл елес пе әлде жын ба деп есеңгіреп қалған мен теңселе басып, әлгері бірер қадам аттап ем, әлгі көрініс лезде жоқ болды. Көз алдымда күнге күйіп, сарғайған дала мен шоқым-шоқым шилер ғана жатты. Пісімілемді жиі қайталап, әлгіндегі елес ауыл отырған жерді аралап шықтым. Дым жоқ, еш нәрсе болмағандай. Әлгінде қазан ошақ тұрған жерді де барып көрдім. Тек әлде бір шұқырдың сұлбалары бардай көрінді. Бірақ онда жусам басып ши өсіп кеткен. Кешке дейін өзім келе алмай жүрдім. Болмаған соң ауыл молдасына келіп, көргендерімді айттым. Көзіңге көрінген жын шайтан ғой, ол жерде баяғыда ескі ауылдың жұрты болған. Мойныңа тұмарды тағып жүр деп дұға жазып берді. Кейін дәл сол жерде сол елес ауылды, дәл сол адамдарды бірнеше мәрте көрдім. Олар үнемі көкжиекке қарап, қол сілтеп, әлденені әңгімелеп жатты. Дәл осы әңгімені айтқанда бұл бір алжыған Қаңтарбай шалдың қырық өтірігі ғой деп жүретіңді аушым деп сабақтады әңгімесін Рахымжан аға. Дәл осы жағдайды жақында өз басымнан өткізбесем, мұндайға еш уақытта сенбесем. Бірде үйдегі жалғыз сиыр табыннан келмей қалды. Кешкілік шапқылап, арлы-берлі іздегенмен табылмады. Ертесінде тағы іздеп шықтым. Жұрт жалғыз терек жақтан бір қарайғанды көрдік деген соң соған қарай тартқам. Көкбестімен аңыратып келіп, баяғы Қаңтарбай шал айтқан дөңеске шыға келдім де қаттым да қалдым. Баяғы анау алжыған шал айтқан елес ауыл алдымда жайрап жатыр. Өз көзіме сенерімді де, сенбесімді де білмей дал болып тұрып қалдым. Сол ауыл, сол көрініс. Домбыралы мырза түтіндеп жатқан қазан ошақ, бір киіз үйдің көлеңкесінде күйсеп сиырым жатыр. Баяғы қиқарлығыма салып, неде болса жандарына барып көрейін деп атымды тебініп қалып ем, елес ауыл адырап жүре берді. Әлгі ауылдан ізде қалмады. Тек бір шидің түбін көлеңкелеп біздің үйдің қарасан келгірі жатыр екен. Бәлкім тағы көрінер деп әлгі дөңге бірнеше мәрте шықтым. Бірақ елес ауыл қайтып елес бермеді. Бұл не жұмбақ? Оны осы күнге дейін түсінбей қойдым. Жын шайтан елестеді ме десем, аяқ қолым балғадай, дені сау адаммын. Лағып жүрген жан емеспін. Бұл не сонда?
Осы бір Рақымжан ағаның айтқандары біразға дейін көкейімде жүрді. Кейін ес біліп етек жеңімді жинаған кезде сол ауыл сыртындағы жалғыз терекке барып, сол бір дөңеске талай мәрте көтерілгем. Бірақ елес ауыл маған көрінбеді. Дегенмен сондай елестер ара-тұра адамдарға кей сәтте көрініп тұратынына сенімдімін. Қазіргі ғылым ондай сәттер жиі қайталанып тұратын дәлелдеп қойған. Оны тіпті уақыт ойғы не болмаса уақыт иірімі деп атайды. Бәлкім әлгі елес ауыл Қаңтарбай шал мен Рақымжан аға кездейсоқ сол уақыт ойғының табалдырығын басып қалғанда көрініс берген болар. Бәрі де мүмкін ау. Бәлмет Алаш Айныз газетінен алынды.